Баршаңызға қайырлы күн достар. Қыста таптырмайтын, өте керемет дәмді болып шығатын және оңай жасалатын цицибили жасаймыз. Ең алдымен болгар бұрышын ішін барлығын тазалап алып, турап алып, ет тартқыштан өткіземіз. Және де сарымсақты, сәбізді, ащы бұрышты барлығында ет тартқыштан өткіземіз. Достар, бұл салат өте қарапайым, оңай жасалады. Қазіргі уақытта жаздың мезгілінде көкөністер арзан кезде жасап алуларыңызға кеңес етемін. Өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ащы бұрышты мен 4 данасын қостым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша азайтуға немесе көбейтулеріңізге болады. Қызанақты да жақсылап жуып, турап, ет тартқыштан өткіземіз. Енді ет тартқыштан өткен барлық көкөністерімізді қосып, араластырамыз. Жақсылап араластырып, отқа қойып, бір қайнап кеткенін күтеміз. Достар, менің арнама жазылып, лайк басып, комментарий жазудан ұмытпаңыздар. Қайнап кеткен салатымыздың бетіндегі көмірін аламыз. Ішіне тұз салып, тағы да 15 минут қайнатамыз. Банканы және қақпағын су буында немесе духовканың астында стерилизовать етіп аламыз. Және де ыстықтай болып тұрған банкаларымызға салаттарымызды құйып, қақпағына уксусты құйып, бетін жауып тастаймыз. Мінекей біздің салатымыз дайын. Енді осыларды 24 сағатқа әбден суығанша жылы орап қоямыз. Баршаңызға ас болсын.